Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қалампыр майы туралы айтатын боламын. Каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Қалампыр майы дегеніміз не? Қалампырдың кептірілген бөлшігінен алынады. Оның көптеген емдік қасиеті бар және оларды жергілікті түрде ауруды басу үшін қолдануға болады. Мұндай өсімдік тектес фенилпропаноидтарға бай, негізгі қосылысы эугенол болуы мүмкін. Басқа биоактивті қосылыстарға тимол, карвакол және цинамальдегид кіруі мүмкін. Бұл майдың түсі ашық сарыдан алтын қоңырға дейін болады. Оның қалампырға ұқсас өткір хош иісі бар. Майды хош иіс пен хош иістендіргіш ретінде де қолдануға болады. Қалампыр майының денсаулыққа пайдасы туралы айтатын боламыз. Бірінші, қалампыр майы безеулерден, қара нүктелерден, жаралардан арылуға көмектеседі. Оған мақта тампон аздап сулаңыз, терінің проблема жерлерін сүртіңіз. Процедураны күніне 1 рет қайталаңыз. Қалампыр майы теріні қаттырақ етуге көмектеседі. Бір қолдануға арналған күндізгі кремнің жеткілікті мөлшерін алыңыз және оған 1 тамшы май қосыңыз. Ал екінші, тіс ауруы кезінде қалампырды қалай пайдаланамыз? Ең бірінші, мақта таяқшасын алып, оның бір ұшын қалампыр майына батырыңыз. Майды тікелей ауырған тіске және оны қоршаған қабынған аймаққа жағыңыз. Тампонды шығарыңызда май 20 минуттай зардап шеккен аймаққа қойыңыз. Ауызды кейін тұзды сумен шайыңыз. Бір ескертетін жайт, тістің жүйесі ашылып қалуы мүмкін. Бұл жағдайда сізге аса абай болу керек. Бұл майдың дәмі жағымды болмайды. Сізге үйрену үшін біраз уақыт қажет. Және де майды жұтып алмауға тырысыңыз. Үшінші, қалампыр майы бас ауруын жеңілдетеді. Осы мақсатта ол тұзбен араласып маңдайға жағылады. Құрал салқындату әсерін жасайды және жеңілдік әкеледі. Оның құрамында қабынуға қарсы әсері бар көптеген флавоноидтар бар. Төртінші, артрит. Кәдімгі массаж майына 5-7 тамшы қалампыр майын қосып, оны ауырған жердің үстіне ысқылаңыз. Алтыншы, құлақ ауруына 1 стакан күнжіт майын алыңыз, ішіне 5 қалампыр тастаңыз және 15 минут қайнатыңыз. Салқындатыңыз. Ауырған құлаққа күніне 3 рет тамшы тамызыңыз. Жетінші, ас қорыту проблемалары. 1 шай қасық балға ұнтатылған қалампыр мен қара бұрыш қосыңыз. Оны күніне 2 рет тамақтанар алдында ішу керек. Асқазан ішек жолдары проблемалары бар адамдар қалампыр сияқты дәмдеуіштерді сақтықпен қолдануы керек. Пайдалы қасиеті мен қарсы көрсеткіштері бірдей қарастырылуы керек. Халықтық әдісті қолданар алдында дәрігермен кеңескен дұрыс. Қалампыр майының басқа да қолданылу жолы. Жәндікке қарсы, косметикаға. Қалампыр Индонезияда темекіге де бастап қолданған және ароматерапияға да қолданады. Қалампырдың жанама әсерлері аллергия болуы мүмкін, ішек ауруларына әкелуі мүмкін, қандағы қанттың төмендетуі мүмкін және қан кетуінің бұзылуы. Бұл қалампырды жүкті әйелдер мен емізетіндерге қалампыр майын қолдануға болмайды. Сондай-ақ науқастар майды операциядан немесе стоматологиялық процедуралардан бұрын тоқтатылуы керек. Себебі бұл қан кету қаупін арттырады. Диетаның немесе тағамдық қоспаның кез келген өзгеруі сияқты, оны күнделікті немесе апталық режимге енгізер алдында немесе қоспас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.